Сәлем достар, сіздермен жан-жақты арнасы. Біз бүгін сіздермен есіне беру жүрек проблемасын көрсететін 7 белгі жайында айтатын боламыз. Видеоны қарамастан бұрын лайк басып, комментария жазып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сіздердің қолдауларыңыз ол біздің шабытымыз. Ал кеттік. Кей аурулар сырт келбетке де әсер береді. Солардың бірі жүрекпен байланысты проблемалар. Жүрек қан тамырлар ауруларын уақытында анықтап, емдеу үшін ағзаның кей белгілеріне аса мән берген жөн. Егер мына белгілердің бірі өзіңізден байқасаңыз, дәрігерге көріну артықтық етпейді. Ал кеттік. Ісінуді бірден байқауға болады. Бұл проблема жиі аяқта пайда болады. Себебі жүрек қанды толық қандай айдай алмайды. Осылайша ауырлық күшінің әсерінен негізгі қысым аяқтағы тамырларға түседі. Әдетте ісіну кешке қарай күшейе түседі, ал таңертең толықтай кетуі немесе аздап қалуы мүмкін. Ісінудің пайда болу себебін түсіну үшін және оның жүрек қан тамырлары ауруларымен байланысы бар жоғын білу үшін аяқ тамырларын отызға түсіру қажет. Сондай-ақ жүрек жеткіліксіздігі жоққа шығару үшін натрий уретикалық пептидке қан анализін тапсыру қажет. Екінші, терінің көгеруі. Терінің көгеріп кеткенінде бірден байқауға болады. Ол қан құйылуының кешігуінен немесе венозды қанның оттекпен жеткіліксіз қамтамасыз етілуінен пайда болуы мүмкін. Еріннің көгеруіне келетін болсақ, оған қан айналымының бұзылуы және оттегінің уақытша жетіспеушілігі себеп болуы мүмкін. Мысалы, суықта солай болады. Бірақ жылы бөлмеде ерін көгеріп кетсе, бұл жасырын жүрек проблемасын көрсетуі әбден мүмкін. Үшінші, бетте сары дақтардың пайда болуы. Теріде сары дақтың пайда болуы бұл холестериннің ұсақ майлы дақтар түрінде түзілуі. Олар көздің ішінде, қаста, бетте, шынтақта және де басқа жерлерде пайда болуы мүмкін. Мұндай түзілімдер жоғары холестеринді көрсетеді. Төртінші, беттің қызаруы. Беттің қызаруы да мән беру керек белгілердің бірі. Бұл белгі жоғары артериялық қысымды білдіруі мүмкін, алайда оны адам өзі байқамауы да мүмкін. Сондықтан бетіңіз қызарып жүрсе, қысымды өлшеп көру артық етпейді. Егер жоғары екенін анықтасаңыз, дәрігермен ақылдасыңыз. Бесінші, тырнақтың қалыңдауы және өзгеруі. Гиппократ саусақтарының белгісі, жүрек қан тамырлар ауруының белгісі. Оны медициналық оқу орнының барлық студенттері меңгереді. Бұл кезде саусақ ұштары мен тырнақтар қалыңдай түседі және өзгеріске ұшырайды. Бұл жүрек проблемасына байланысты қол білектерінің қанмен дұрыс қамтамасыз етілмейтіндігін көрсетуі мүмкін. Алтыншы, аяқ қолдың салқын болуы. Кей адамдар жылы киінсе де аяқтарының тоңатынын байқайды. Бұл жүрек қан тамырлар жүйесі проблемасын, немесе қант диабетін, немесе аяқ атеросклерозын көрсетуі әбден мүмкін. Бірақ бұл ағзаға ерекшелігін де көрсетуі ықтимал. Қалай десе де бұл дәрігерге қаралуға себеп екенін ескерген дұрыс. Ал бізде жетінші, жиі есінеу. Егер адам жиі есінесе, бұл жүрекпен байланысты патологияны көрсетуі әбден мүмкін. Себебі есінеу ағзаны оттекпен қанықтыруға, дененің жоғарғы бөлігіндегі және бастағы температураны төмендетуге көмектеседі. Термометрдің табиғи процестері бұзылса, физикалық жүктеме кезінде адам жиі есінеп бастайды. Бүгінге айтарымыз осы. Қош сау болыңыздар.